Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Елімізде болып атқан апат, су тасқыны жайлы өз пікірімді айтайын деп едім. Жалпы бұл су тасқыны, табиғи апаттар Қазақстанда бірінші рет болып тұрған жоқ. Осыған дейін де жылда көктемде су тасып, жазда қуаңшылық, қыста боран, жол жабылып қалатын жағдайлар бірінші рет болып тұрған жоқ. Енді барлық су астында қалған, үйлерін жоғалтқан, кейбір адамдар туыстарын жоғалтып атқан бауырларымызға сабырлық тілеймін. Ал біздің өкіметтің жасап атқан тірлігіне байланысты айтатын болсам, біздің билік, біздің өкімет ешқандай да төтенше жағдайларға дайын емес мүлдем. Олар өзінің дайын емес екенін осыған дейін талай мәрте көрсеткен еді. Бұл бірінші рет болып тұрған жоқ. Былтыр да сондай жағдай болған. Сәл масштабы төмендеу болған. Осы жолы енді былайынша айтқанда полный провал дейді ғой, өкіметтің өзінің жұмысы мүлдем жоқ екенін көрсетті. Қазір енді ана министрге, ана әкімге ескертулер жасайды, бір қатаң сөгістер жасауы мүмкін, Тоқаев барып, ана әкімге ескерту жасауы мүмкін, ұрысса ма, не дейді. Сол әкімдерді сайлаған Тоқаевтың өзі ғой. Премьер-министр де Тоқаевтың өзі сайлады ғой. Енді премьер-министр де өзінің министрлер кабинетін жинады ғой, мысалы, әкімі бар бәрін. Оларда уақыт болды ғой. Осы уақытқа дейін апаттың алуға. Бұлай енді әлеуметтік желідегі қарап атқан видеоларға мән беретін болсақ, біз бір тынық мұхитының ортасында өмір сүріп жатырмыз ба деп ойлап қаламын, бір аралда өмір сүріп жатқан сияқтымыз ба деп қаламын. Ешқандай дайындық жоқ. Бұл бір күндік проблема емес, бұл 30 жыл бойы жиналып қалған кешенді проблемалар. Жүйенің, біздің биліктің дәрменсіздігі, шіріген жүйенің нәтижесі бұл. Неге? Себебі әкімді ешкім сайламайды. Депутатты ешқандай халық сайлап атқан жоқ. Президентті де ешкім сайлап атқан жоқ. Олар өз-өздерін сайлайды да отырды осы уақытқа дейін. Түк істемей отырды, әшейін алдап қойып, андай бір заң шығарып, мынандай бір заңдар шығарып, көз бояушылықпен айналысып, елтаңбаны ауыстырамыз деген сияқты. Нақты істер жоқ та, нақты реформалар, нақты қадамдар жоқ та. Себебі бұл билікті халық таңдаған жоқ. Бұларды ешкім сайлаған жоқ. Және бұлардың мақсаты қазақ еліне қызмет ету емес. Бұлардың мақсаты әйтеуір халықты алдап қойып, сол өздерінің қызметтерінде отыру, сол билікті сақтап қалу. Егер енді мысал ретінде айтайын, мені әкім сайласа, мысалы халық, қаланың, облыстың болса, әкім ретінде сайлайтын болса, мен халыққа ғана тәуелді болатын болсам, халық менен спрос ала алады. Сен не істедің дейді. Төтенше жағдайлар кезінде ең бірінші әрекет ететін министрлік ол төтенше жағдай министрлігі. Сіздер білесіздер, төтенше жағдай министрі бұрын ешқашан төтенше жағдайлар министрлігінде жұмыс жасамаған. Ешқандай тәжірибесі жоқ. Күзетші болған ба, телохранитель болған ба, сондай. Міне осыдан қарап, қорытынды жасай беруге болады. 18 жыл бойы жаңа күзет қызметінде жұмыс істедіңіз, президенттің жанында. 18 жыл бойы қолыңызда қару болды, қару ұстап жүрдіңіз. Енді бұл төтенше жағдай министрінде бұл жерде қолыңызға күрек ұстау керек. Сіз осы жұмыспен қалай өзіңіз, мына қазір көктемде бір айдан кейін су басады облыс өңірлерін. Соған сіз дайынсыз ба? Әрине дайынмын. Сіз енді 18 жыл бойы қару ұстадың деп айтып атқаныңыз
енді қарумен қатар күрек те ұстадық, басқа да инструменттер ұстадық. Ол жағынан тәжірибеміз бар. Оның бәрін енді күрек ұстау деген мағынаны өзіңіз қалай білесіз? Бұл жерде еңбек өтіліне байланысты айтып отырмын. Төтенше жағдайдың министрлігінің жұмысына орай осыны айтып отырмын. Хаты барысында спикеріміз жауап берді. Міне тәжірибелі кеңесшілерім бар, жоқ, енді бұл жерде барлық сарапшылар мен мамандарының бүгінгі күнге осы төтенше жағдай министріне қандай министр келгеніне алаңдап отыр. Қазір бір айдан кейін жаңа оңтүстік елді мекендерді су басайын деп отыр. Соған бұл кісі әлі күнге де нақты жауап бермей отыр ғой. Қазір өзіміз баяндамасын тыңдап отырмыз. Бұл кісі дайын емес. Сол төтенше жағдай министрлігін бүгін қазіргі өкілдері бұл кісінің орнына жауап беріп отыр. 20 жыл бойы күзетте қызмет атқарған кісі қалай ары қарай жұмысын атқарады деген сондай сарапшылардан да осындай сұрақ туындап отыр. Сол себептен біз өзіміздің сұрағымызды осы жерде қойып отырмыз. Мен айтып жатырмын ғой, ең бастысы сол жұмыстың бәрін уақытында ұйымдастыру. Енді келешекте көрсетеді ғой, қалай дайын болған екеніңізді іс жүзінде. Сол кезде көресіздер. Сол кезде сын болса айтасыздар. Сын осы бір айдан кейін басталады. Сіз егер де жұмысыңызбен бұл жерде орындай алмасаңыз, көктемде суды тоқтатай алмасаңыз, сын сол уақыттан басталады.